Абу Насыр Әл-Фараби түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі. Ол бала кезінен өте зерек білімге құмар болған. Сол құштарлығының арқасында ол 12-16 жас шамасында саяхатқа шығады. Сол замандағы әлемнің мәдени орталықтары Харасанда, Дамаскіде, Алеппода, Мысырда болып, ғылым мен өнердің, мәдениеттің ордасы әйгілі Бағдат шаһарына келіп жетеді. Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, ойшыл ақындармен, қайраткерлермен танысып, тіл үйренеді. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл философия, логика, этика, тіл білімі, математика, жаратылыстану, география, метафизика, медицина, музыка салаларынан 150-ге жуық трактат жазып қалдырды. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады. Сондай-ақ Әл-Фарабиді дүниеге танытқан тағы бір еңбегі «Музыканың үлкен кітабы» атты туындысы. Ғұлама бұл кітабында математикалық тәсілдерді пайдаланып, музыкалық дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп, нота түсінігін алғаш дүниеге әкелген. Музыка теориясын ғана жазып қоймай, аспаптарды қолдан жасап, сол аспаптарда өзі шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар сыбызғы, чанг, қобыз және тағы да басқалары. Ғалымдардың шығуы, кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындары, музыканың үлкен кітабы және басқа көптеген философиялық зерттеулер жазған. Әл-Фараби Аристотельден кейін әлемдік ғылымға екінші өмір сыйлаған үшін шығыс философтары оны екінші ұстаз деп атады.